Ауылдық келіннің бір күндік өмірі. Таңертең ерте 6-да тұрып, сиырымды сауып келген соң ата-енеме шайын беріп, айранымды күбіге құйып пісіп, сармайын алып алдым. Арықтағы суға апарып, жақсылап жуып алдым майда. Одан кейін құртым дайын тұр екен. Құртыма тұзды салдым да, онда мыжып, жақсылап домалақтап, барлығын жасап шықтым. Бұл құрттарды кепкен соң өзіміз жейміз, қалғанын қалаға апарып сатып келемін. Құрттардың барлығын ящикке салып, далаға апарып саты қойып, сатыға шығып құрттарды жайып алдым. Құрт жаятын ящикті папам істеп берген. Қараңыздар, күшті шыққан, я. Барлығын жасап, уф дегенде, күйеуім келіп тұр ғой. Бізде 2 трактор бар. Соның екіншісі от алмай қалған ғой. Соны күйеуім айтты, тартып жібер деп. Сонымен от алдырдым да, тракторлардың аты бар. Көгі 80, қызылы пыртылдақ. Бізде мал көп болған соң шөпті көп орамыз. Сондықтан да 2 трактор бар. Біреуімен шөп орамыз, біреуімен шөп престеп тасимыз. Біздің ауылдың табиғаты тамаша ғой, қараңыздар. Таудың етегінде айналаның бәрі жап-жасыл. Бұрын бойдақ кезде ауылға күйеуге тимейін деп айтатын. Аяқ баспаймын деген жерін 2 рет басасын дейді ғой. Одан қазанға ет салып кеткем, әбетке 5 бармақ жасап бердім да. Сіздерге біздің ауылдың табиғаты ұнаса, ауылдың байы ұнаса, маған тіркеліп кетіңіздер, күнделікті не істеп жатқанымды көрсететін боламын.